Дүниетану пәні 28-29 бет. Сабақтың тақырыбы менің ата тегім қайдан бастау алады. Балалар, сіздердің назарларыңызға ребус ұсынбақшымын. Осы ребустың шешуін табайықшы. Жарайсыңдар, жауабы ата тек. Ал енді тектілік, ата тек деген не туралы біз бірге баяндап кетейік. Тектілік сөзінің өзі тек сөзінен шығады. Біздің әрқайсымыздың тегіміз көнеден бастаулаған ежелгі ру тайпалардың ұрпағы. Адамдар өз ата тегін таратқанда бір атадан өскен әулеттің ұрпақтарының тізбесін жасайды. Көптеген халықтар шежірені тармақталған ағаш бұтақтарына баулайды. Қазақ халқы әулетінің шығу тегі мен таралуын шежіре деп атайды. Қазақ халқы ата тегін ерлер тарапынан, яғни әке жағынан таратады. Салт дәстүрге сай жеті атасын білу аса маңызды. Жеті атасын білу тектілік деп саналады. Яғни жеті ата: бала, әке, ата, арғы ата, баба, түп ата, тек ата деп бөлуге болады екен. Енді балалар, сонымен шежіре дегеніміз не екен? Жеті атаны білу маңызды ма? Өздерінің жеті аталарыңды білесіңдер ме? Сендерге тапсырма. Ата-ананың өзінің ата-бабалары туралы сұрап біл, олардың есімдерін білуге тырыс. Яғни жеті атаны жатта.